Армысыздар ма, құрметті оқырмандар? Бүгінгі біздің тікелей эфир қонағы Жас Сарбаз әскери патриоттық қозғалысының Нұр-Сұлтан қаласы филиалының төрағасы, Нұр-Сұлтан қаласы қалалық мәслихатының депутаттығына үміткер Асхат Налшыбек мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы өздеріңіз біліп отырғандай патриот жастарды ел болашағы. Бұл эфир бойынша біз патриоттық туралы, жалпы жастардың әлеуеті туралы, белсенділігі қоғамдық өмірде, саяси белсенділігі туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал енді сұхбатымызды өзіңіз басқарып отырған жасөспірімдер мен жастарға арналған Жас Сарбаз ұйымынан бастасақ, жалпы бұл қозғалыс немен айналысады, қашан құрылды? Ең алдымен баршаларыңызға қайырлы күн. Жұма күні сіздермен сұхбаттасып отқаныма өте қатты қуаныштымын. Кез келген мемлекеттің айбынды, әскері мен мықты. Сол себепті де біздің жастарымыздың, жасөспірімдердің отаншыл рухы мықты, патриот болып өсуі ол ең алдымен маңызды рөл атқарып отыр. Ал елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2015 жылы жастарымызды патриотты, айбынды, жігерлі болып өсу үшін Жас Сарбаз жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысы республикалық қоғамдық бірлестігін құру жайында нақты тапсырма берілген болатын. Бұл қозғалыс Қазақстан Республикасының 17 аймағынан құрылды. Қазіргі таңда 200 мыңға жуық жасөспірімдер біздің қатарымызда бар. Оның ішінде Нұр-Сұлтан қаласында 7 мыңға жуық жас сарбаздар біздің қатарымызда, жас сарбаз қатарында тіркеліп отыр. Жалпы біздің жастарымыздың бұл ұйымның негізгі мақсаты жастарымыздың басқа әлемдегі жастармен терезесі тең, прагматикалық ойлауы жоғары, бәсекеге қабілетті, отансүйгіш, жігерлі, рухы мықты, айбынды жасөспірімдерді тәрбиелеу болып табылады. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласында бізде 90 мектеп, 35 колледж бар. Осы мемлекеттік мекемелерде жас сарбаздардың 65-ке жуық жас сарбаз сыныбын аштық, 82 әскери патриоттық клуб аштық және IT саласында жұмыс жасайтын 27 смарт сарбаз сыныптарын ашқан болатынбыз. Жалпы немен айналысасыздар? Жалпы біз негізгі біздің мақсатымыз мектеп жасындағы жасөспірімдердің әскери бағытта баулу, яғни әскери өмірге тарту, патриоттыққа, рухы мықты, жігерлі болуын қалыптастыруымыз қажет. Себебі қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, шетел асып кетіп жатқан жастарымыз көп. Сонымен қатар қазіргі уақытта шетелге барып жұмыс жасап, білім алып, сонда қалып жатқан жастар көп. Оны біздің елбасымызды түртіп кеткен болатын. Сол себепті де осындай жағдай орын алмау үшін жасөспірімдерді, жастарды бала тәрбиесі бесіктен дейді. Сол себепті жастарымызды, жасөспірімдерімізді мектеп жасынан бастап отансүйгіштікке, патриоттыққа, елін қорғауды, жерін қорғауды жастайынан олардың сана сезімдеріне, олардың жүректеріне жеткізіп тұрып, біз оларға барынша осындай жақсы дүниелерді жеткізуіміз қажет. Сол себепті біз осындай әскери патриоттық бағытта іс-шараларды ұйымдастырып отырамыз. Оның ішінде ерлік сабақтары бар, оның ішінде дала жиындары бар, жеңіл атлетика марафондары бар, кездесулер бар. Осы түрлі бағытта осындай іс-шараларды атқарып отырады. Сонда кез келген мектеп жасындағы оқушы, мектеп жасындағы жасөспірім балалар қатарларыңызға қосыла алады ғой, әлде қандай да бір критерий бар ма? Әрине, біздің қатарымызға қосылуы үшін міндетті түрде біздің өзіміздің жеке талаптарымыз бар. Оның ішінде біздің оның физикалық тұрғыда жағдайы өте дұрыс болу керек, мықты болу керек. Бірінші кезекте, екінші кезекте сабақ үлгерімі жақсы болу керек. Үшінші кезекте өте қоғамда белсенді ұл қыздар болу қажет. Қазіргі таңда біз осы сала бойынша кейбір безопасность, яғни осы смарт сарбаз сыныптарын ашып жатырмыз. Яғни компьютермен жұмыс жасайтын жасөспірімдерді, жастарды IT саласына да тартып, оларды бағыт-бағдар беріп жатырмыз. Керемет. Жалпы өзіңізді сондай-ақ Жас Сарбаз ұйымының басшысы ретінде ғана емес, Нұр-Сұлтан қаласының мәслихат депутаттығына үміткер ретінде білеміз. Бәріміз білетіндей, осыдан 5 күн бұрын Қазақстан Республикасы парламент мәжіліс және мәслихат сайлауы өтті. Жалпы осы әсеріңізбен бөліссеңіз, бірінші рет сайланып отырсыз ғой, қателеспесем? Әрине, бірінші рет бұл саяси додаға бірінші рет түсіп отырмын. Алайда биылғы сайлау, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісі және мәслихаттарын сайлау биыл ерекше үлгіде өтіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, мемлекетімізде пандемия кезінде санитарлық талаптардың бәрі сақталды. Биылғы жылы Нұр-Сұлтан қаласында 400
елуге жуық праймеризге қатысушы болды. Оның ішінен 62-ге жуық Нұр Отан партиясының кандидаты ретінде шыққан болатынбыз. Үлкен бәсекеге толы болды. Жігерлі нағыз көшбасшылар іріктеліп шыққан болатын. Биыл сайлау күні кеше аяқталған болатын. Оның ішінде Нұр Отан партиясы 26 орынды иеленіп отыр. Соның ішінде бізде сайлаудың әділ өтуі үшін бақылаушылар саны 900-ге жуық бақылаушы болды. Яғни сайлаудың әділ және сайлаушылардың келіп, олар еш кедергісіз дауыс беруіне барынша мүмкіндіктер жасалды. Оның ішінде мен сіздерге айтайын, жастарға үлкен көңіл бөлініп отыр. Жастарға 30% жастарды квота қосып отыр. Мен қазір жастар Нұр-Сұлтан қалалық мәслихат депутаттығының қатарларын қарасам, 88%-ға жаңарып отыр. Бұрын соңды түспеген, бұрын соңды түспеген жастар, оның ішінде денсаулық сақтау саласы бар, кәсіпкерлер бар, мемлекеттік қызметте атқарып жатқан кісілер бар, қоғам қайраткерлері бар, барлық саладан жан-жақты қамтылған азаматтар мен азаматшалар қазіргі таңда мәслихат депутаты аталып отыр. Керемет. Жалпы өзіңіз сайлау алды программаңыз қандай болды? Сіздің мақсатыңыз не? Жалпы біз бәріміз білеміз, Қазақстан Республикасындағы мәжіліс депутаттары немен айналысатын бәріміз білеміз, заң шығаруға, халық мемлекеттік дәрежедегі іспен айналысады. Ал қалалық деңгейдегі мәслихат немен айналысады депутаттар? Осы жөнінде Нұр-Сұлтан қалалық мәслихат депутаттары ең алдымен ол кісілер қаланың қаражатын, яғни қай салаға қандай қаражат кетеді, осы мәселе бойынша ол кісілер шешім қабылдайды. Сол себепті бірінші кезекте қалалық өмір тұрмыс тіршілігі, халықпен кері байланыс орнатуы, қай салада біздің әлсіз тұстарымыз, қай салаға қаражат жоғары деңгейде бөліну керек, осы сала бойынша біздің қалалық мәслихаттар шешім қабылдайтын болады. Яғни қала әкімімен бірлесе отырып, осындай шешімдер қабылдайды. Сол себепті бұл кезекте бізде Нұр-Сұлтан қалалық мәслихат депутатына атқаратын рөлі өте маңызды. Себебі өздеріңіз білесіздер, қала әкімінің қазіргі уақытта қолға алған мәселелер ол жастарға жалдамалы пәтерлер қарастыру. Оны былтыр 2020 жылы жастарға 1050 пәтер берілсе, 2021-де осы 1500-ға жуық жастарға жалдамалы пәтерлер қарастырылып жатыр, берілейін деп отыр. Осы сала бойынша мәслихат депутаттары қаражатты қай салаға дұрыс кеткендігін, дұрыс кету керектігін шешіп отыратын сол кісілер. Шешеді және бақылайды, және оны қадағалайды ол кісілер. Осы бойынша осы кісілердің атқаратын рөлі өте жоғары болып келеді. Керемет. Жалпы сондай-ақ қазіргі кезде дау болып жатқан ең жас депутат 25 жастар Мәди Ахметов, келіспесем. Сол жайында ойыңыз қандай? Ғаламторға кіріп қалсаңыз, әлеуметтік желіге кіріп қалсаңыз, ол кісі бойынша жаңағындай өте жаман пікірлер, кейбіреулер ол кісіні қолдап жатыр. Өзіңіздің ойыңыз қандай жалпы субъективті? Жалпы ол жігітке айтарым өте еңбекқор жігіт. Өзіңіз жеке танисыз ба ол кісіні? Ол жігітпен мен сапар барысында жолыққанмын да, кездескенмін де, тілдескенбіз, міндетті түрде араласамыз да әлі күнге дейін. Алматы қаласының Жас Отан жастар қанатының басшысы Алматы қаласында жастардың барлығын бір жерге шоғырландырып, жинап, оларға қоғамдық өмірде белсенділік танытуға барынша бағыт бағдар беріп жүрген жігіт. Сол себепті біздің мемлекетімізде үлкен өзгерістер болып жатқан барлық халықта көріп отыр. Оны әлеуметтік желіде де, қоғамда да біліп отыр. Қазіргі таңда елбасымыздың тапсырмасымен жастар және әйел азаматшалары тартылып отыр мемлекет ісіне. Бұл деген сөз жастарға үлкен көңіл бөлініп отыр. Ол 2019 жылдан бастап ол жастарға айқын көріне бастады. 2019 жылы жастар жылы жарияланды, 2020 жылы еріктілер жылы деп жарияланды, ал 2021-де Қазақстан Республикасының парламент мәжілісіне ең жас депутат Мәди Ахмет бауырымыз келіп отыр. Жалпы 25 жастағы депутат, жалпы осындай, мысалы бізде қоғамда пікір бар да, сен депутат болу үшін сенің артыңда тіреп тұратын аға көкең болу керек деген сияқты. Осындай жастарға, осындай әлеуметтік лифтпен көтерілу үшін не істеу керек? Шынымен де аға көкесіз көтерілуге мүмкіндік бар ма биік лауазымға? Әрине бар. Қазіргі таңда қоғам өзгеріп жатыр, адамдардың көзқарасы өзгеріп жатыр, мен түсінігім бойынша. Және де қазіргі таңда білімді, тәжірибелі, еңбекқор жастар біздің мемлекетімізге қажет. Сол себепті де біздің аға буында ағаларымыз, олар мемлекет ісіне біздің жастарды тартып, мемлекет ісіне араластырып жатыр. Ал бұл көзқарасқа біздің мемлекетіміздегі кейбір қоғам белсенділері оны дұрыс түсінбейді.
яғни ол кісінің ағасы бар, болмаса тіреп тұрған бір жерде көкесі бар. Жоқ, бізде қазір қоғамда жастар белсенді, еңбекқор жастар бар, тәжірибелі жастар бар. Біздің мемлекетімізде басқа шет аймақтарға барып, шетелдерге барып, тәжірибе жинап, білім алып, оны Қазақстанға келіп, өзінің еңбегін, алған тәжірибесімен бөлісіп, қоғамдағы барлық керекті дүниелерді жинап, қазір таңда еңбек етіп жатқан жастар көп. Сол себепті мен ойлаймын, аға көкесіз де еңбек етіп, тәжірибе жинап, білім алып, өзінің ойлаған мақсатын бар болса, онда оған жетуге болады. Ол үшін мемлекет тарапынан жасалып жатқан мүмкіндіктер де, жағдайлар да бар. Осы жөнінде ашып айтсаңыз, қандай мүмкіндік, қандай жағдай бар мысалы? Оның ішінде мен бірінші кезекте айтып өтетінім, міне бірінші кезекте елбасымыздың тапсырмасы мемлекет ісіне, оның ішінде Қазақстан Республикасы парламент мәжіліс депутаттарына және қалалық мәслихат депутаттарына жастарды тарту бірінші кезекте. Екінші кезекте жастарға бөлініп жатқан жалдамалы пәтерлер, яғни 5 жылға беріліп отыр. Яғни оның ертеңгі күні отбасы болып, жұмыс жасап, өзінің жеке пәтерін алу үшін барынша жағдай жасалып жатыр. Үшінші кезекте бізде өздеріңізге белгілі мемлекеттік бағдарламалар дайындалып жатыр, яғни жұмыссыздықты жою мақсатында. Сол себепті жастар практикасы бар, қоғамдық жұмыс бар. Ол жерде міндетті түрде сіз ешқандай тәжірибесіз сіз жұмысқа кіре аласыз, және сол мекемеде жұмыс жасау арқылы, өзіңізді көрсету арқылы сол мекемеде жұмыс жасап, штатта тұра аласыз. Сол себепті мемлекет тарапынан бөлініп жатқан тағы да бір бағдарламаның бірі. Одан бөлек бізде қазіргі таңда жастарға тегін білім беріп жатыр. Университеттерде егер сіз еріктілік қызметін атқаратын болсаңыз, сіз ақылы бөлімде оқитын болсаңыз, онда сізге аптасына 10 сағат егер жұмысыңызды көрсететін болсаңыз, сізге онда ақылы бөлімге міндетті түрде мемлекет тарапынан жеңілдіктер қарастырылған және стипендия, шәкіртақы қарастырылған. Сол себепті мен айтамын, мемлекет тарап қазір жастарға барлық мүмкіндіктерді беріп қойған, тек қана біз жастар оны алып, жұтып, еңбек етіп, оны көрсетуіміз керек. Болды. Керемет. Осыдан бөлек, жаңағы сіздің басқарып отырған ұйымға келетін болсақ, жалпы қазіргі кезде қоғамда біз айтамыз, жастарымыздың бәрі әлеуметтік желі, телефонға, жаңағындай электрондық құралдарға тәуелді болып қалған, қоғамда белсенділігі төмендеп кеткен деген сияқты. Жалпы осы жастарымыздың бойындағы патриоттық, отансүйгіштік сезімді ояту үшін не істемек керек, өзіңіз қалай ойлайсыз? Біздің жастарда осындай сезімдер қалай болып жатыр, жалпы патриоттық жайында? Осы кезде бір керемет сөз есіме түсіп отыр. Бауыржан Момышұлы атамыздың биыл 110 жылдығы, барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Ол кісі өте батыр, өте елімізге еңбегі сіңген, әлі күнге дейін оқулықтары жастардың арасында кең таралған, рухы мықты, өте мықты кісі болған. Сол кісінің керемет сөзі бар: іштен ешкім батыр болып туылмайды, батырлық та өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады дейді. Жаңағын алда өздеріңізге айтып өткендегідей, бала тәрбиесі бесіктен дейді. Сол себепті жастарымыздың патриотты болып өсуі, ол мына бізге байланысты. Мемлекет ол үшін барлық жағдай жасалып отыр. Ал егер біз мектеп жасындағы жастарымызға осы Бауыржан Момышұлы атамыздың, Қайрат Рысқұлбеков атамыздың, сонымен қатар біздің Қанжығалы Қабанбай, Бөгенбай батырларымыздың, одан бөлек Әлия мен Мәншүк сынды апаларымыздың батырлықта еңбектерін осылай мектеп жасындағы жасөспірімдерге жеткізіп, оларға көрсетіп, ол кісілердің атқарған, ол кісілердің жасаған ерліктерін айтып беріп, оларға ерлік сабақтарын өткізіп отыратын болса, онда біздің мемлекетіміздегі өсіп келе жатқан жастар, жасөспірімдер мемлекетімізге деген көзқарастары өзгереді, патриот жастар саны асады, және жігерлі, айбынды, бәсекеге қабілетті жастардың саны артады деп ойлаймын. Сол себепті де осындай патриот жастарды қалыптастыру бірінші кезекте біздің ең басты міндетіміз болып табылады. Керемет. Жаңа өзіңіз де тілге тиек еттіңіз. 2019 жыл жастар жылы болды, Жастар жылында осы жас сарбаз қандай істер атқарды? 2019 жылы жастар жылы деп елбасымыз жариялады. Жастар жылында атқарған жұмысымыз жас сарбаз жастар жылында біз жобасын ашқан болатынбыз. Бұл жоба аясында Нұр-Сұлтан қаласындағы жастарымызды, жасөспірімдерді әскери патриоттық бағытта іс-шараларға тартқан болатынбыз. Оның ішінде мен сізге айтатын дала жиындары, ұлы отан соғысы ардагерлері, қоғам қайраткерлері және ауған соғысы ардагерлерімен кездесулер,
Қазақстан Республикасының халық қаһармандары, парламент мәжіліс депутаттарымен ерлік сабақтарын өткізу, және де спорттық іс-шаралар, оның ішіне жеңіл атлетика марафондарын өткізу. Сонымен қатар қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласында бар қарттар үйіне барып, балалар үйіне барып, ол кісілермен тілдесіп, ол кісілердің әңгімелерін тыңдап, ерліктерін тыңдап, мына біздің Нұр-Сұлтан қаласында қарттар үйі бар, ол жерде бізде ұлы отан соғысының ардагерлері бар. Ол кісілерді көріп жүрегің ауырады, әңгімелерін естиміз, батырлықтарын, жасаған ерліктерін айтады. Ол кісілермен тілдесіп, ол кісілерге міндетті түрде айына 1 рет, мүмкіндік болса 2 рет барып, ол кісілермен тілдесуге, барынша сол кісілермен сөйлесіп қалуға тырысамыз. Осындай іс-шараларды екі жастар жылында атқарған болатынбыз. Сонымен қатар қазіргі таңда бізде әлеуметтік желіде жастар жылында көптеген сауалнамалар жүргізіп, керекті дүниелерді, керекті шешімдерді қабылдап, жастармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасадық. Волонтерлық қызметтерді атқарған болатынбыз. Осы салада 2019 жыл жастар жылында үлкен осындай өзгерістер алып келген болатынбыз. Керемет. Енді жастар бас туралы толық мәлімет білдік деп ойлаймын. Енді жалпы өзіңіз депутат болсаңыз, нені өзгертер едіңіз? Жалпы әрбір депутаттың өзінің бағдарламалары бар, бірақ биыл ерекше форматта, ерекше үлгіде өтіп отыр. Оның ішінде мен сізге айта кететінім, алдыңғы сайлауда әрбір депутат өзінің сайлауалды бағдарламасын түсіндіретін болса, биыл басқаша, яғни үлгі өзгерді. Биыл тек Нұр Отан партиясының 2025 жылға дейінгі атқаратын жұмыстары нақты бекітілген. Қанша тұрғын үй салынады, қанша адам жұмыспен қамтылады, қанша әлеуметтік төмен отбасыларға көмек көрсетіледі, қанша мектеп және қанша балабақша салынады. Осының барлығы қаражат бөлінген және нақты жоспарлар бар. Ал менің мәслихат депутаты болған кезде бірінші кезекте жасалатын жұмысымыз ол қазақ тілі қоғамын дамыту. Яғни президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның айтқан сөзі бар. Қазақ тілін халықаралық деңгейде көтеруіміз қажет. Ол бірінші кезекте. Екінші кезекте Нұр-Сұлтан қаласы жастар қаласы. Нұр-Сұлтан қаласына келіп жатқан жастар, жасөспірімдер, студенттердің саны жыл артқан сайын артып барады. Сол себепті мен бірінші кезекте жастар қалашығын қалыптастыру, яғни жастар орталығын, коворкинг орталығын салатын. Осы мәселе бойынша қала әкімі Көлгенов Алтай Сейдірұлымен өз уәдесін алған болатынмын. Республика көшесінде орналасқан жастар сарайын жастарға береміз деп өз уәдесін берді. 2021 жылы құрылыс нысаны аяқталғаннан кейін. Үшінші кезекте бізде қаланың қауіпсіздігі, экологиялық жағдайын тұрақтандыру керек. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде экология мәселесі өте қарқынды жүріп жатыр. Оның ішінде қаланың өмірінің тіршілігінде қаланың ішінде тұрған талдар қырқуы, ғимараттар салуы, өз керемет сөз бар, бір тал жусаң 10 тал ек дейді. Сол себепті осы қаланың ішінде тұрған жасыл гүлдер, ағаштар отырғызған нелерімізді біз ол кісілер керісінше біз оларды алып қалуымыз керек. Тал егіп экологиялық жағдайымызды жақсартуымыз қажет және қауіпсіз қалада өмір сүруіміз қажет. Ал төртінші кезекте газдандыру жұмыстарын тездетуіміз қажет. Нұр-Сұлтан қаласында өзіңіз білесіз, қазіргі таңда газдандыру жұмыстары тек шет аймақтарда ғана жүріп жатыр. Осы мәселе бойынша тез қарқынды жұмыс жүргізуіміз керек. Төртінші кезекте бізде басқа өңірлерде жастарға, студенттерге жеңілдік жүйесі қарастырылған қоғамдық көліктерде. Ал біздің Нұр-Сұлтан қаласында бұл мәселе қарастырылмаған. Осы мәселені қолға алатын едім. Бұл жастарға үлкен көмек. Әрине. Және бесінші кезекте бізде қазіргі таңда жалдамалы пәтерлер санын арттыруымыз қажет. Жастарға ол үлкен көмек болады. Осы мәселе, осы 5 нақты осы бағытта жұмыс жасайтын. Керемет. Сізге сәт дейміз. Әрине, бұдан бөлек жалпы қазіргі кезде шынында да құрметті оқырмандар, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, парламент мәжілісінің депутаттығына 30% жастар келген. Жалпы осы жастардың билікке келуі нені өзгертуі мүмкін? Бұл қалай қоғамға әсер етуі мүмкін? Сол жөнінде әңгіме шертсек. Жастардың билікке келуі, жалпы мен сіздерге айтқым келетіні, кез келген салада, кез келген жағдайда сол саланың маманы барып, сол салада жүрген адамдар егер билік басына баратын болса, онда ол жағдайды жақсы түсінеді. Ал сіздің айтуыңыз бойынша парламент мәжілісіне жастар келіп жатыр, мәслихат депутатына жастар келіп жатыр, құрамы өзгеріп жатыр. Ол өзгеріс бізге керек, қоғамға керек. Ал
Ал егер де нені алып келеді дейтін болсаңыз, оның ішінде бір Мади Ахметті алатын болсақ, оның ішінде біз мәслихат депутатына түсіп отқан жастарды алатын болсақ, олар жастардың арасынан шығып жатыр. Жастарға не керектігін нақты айта алады. Және оның шешу жолдарын нақты қарастыра алады. Сол себепті де біз жастардың атынан осындай жастардың мұң-мұқтажын үнін билік басына жеткізу үшін жастар қажет. Сол себепті осындай билік басына жастар келіп отқаны мені керісінше қуантады. Үлкен өзгерістер болады деген сенімдемін. Сол себепті мен өзімнің әріптестеріме, достарыма айтарым, тек қана сәттілік, осы мен үлкен жауапкершілік ол, тек қана ол жерде отыру ғана емес, атақ мансап ғана емес, ол жерде келгеннен кейін өзінің жұмысыңды көрсетуің керексің, жаңа өзгерістер алып келуің керексің, және өз жұмысың нәтижесін беру қажет. Ол үлкен жауапкершілік. Керемет. Жалпы жастарды біз көп сынайды, үлкендер. Жастар бізде кітап оқымайды, бізде жастар деген саяси белсенділігі төмен деген сияқты. Жалпы осыған жауап ретінде не айтасыз? Бізде жастар шынымен де кітап, біз өзіміз Ордалы ұлттық академиялық кітапханада отырғаннан кейін жастардың кітап оқу мәселесі, жастардың жалпы рухани байлығы жайлы өзіңіз не ойлайсыз жалпы? Кітапты жалпы мен сізге айтар кететінім, адам өзінің сөз байлығын, ой өрісін, санасын өзгерту үшін негізінде көріп білуден бөлек кітап оқыған өте пайдалы. Өзінің жан-жақтылығын көрсетеді, ақпараттармен алмасады, өзіне ақпарат жинайды, керекті ақпараттарын алады. Сол себепті мен ойлаймын, кез келген кәсіпкер, бизнесмен, мемлекеттік қызметкер болсын, барлығы өзінің бір сүйіп оқитын бір бағытта кітабы болады. Әрине. Оның ішінде мен сіздерге айтатын жағдай, кез келген өзіміздің алған біліміміз, алған тәжірибеміз, кітаптан болсын, болмаса бір жұмыстан болсын алған тәжірибелеріміз, ол бізге ертеңгі күні өмірлік сабақ, яғни өмірімізде үлкен бір өзінің несін беріп отырады, жемісін беріп отырады. Сол себепті айтайын, мен кітап оқу ол әрбір Қазақстанда азаматтар мен азаматшалардың негізінде өзінің парыз ретінде деп айтсаң артық көтер. Енді мен сіздерге айтайын, кітап оқу керек, міндетті түрде оқу керек. Және одан алған білімімізді қолдануымыз қажет. Өйткені оның ішінде Абай атамыздың өзіңіз білесіз 175 жылдығы, Әл-Фарабидің 1150 жылдығы. Сол себепті мен ойлаймын, ол кісілердің жазған еңбектерін танып білу біздің парызымыз. Мен осыны айтқым келеді. Ал өзіңіз соңғы рет оқыған кітабыңыз қандай? Менің өзім оқыған кітабым Қан мен тер, одан бөлек Құпия, Қуаныш Шонбайдың, одан бөлек Екінші болма, одан бөлек Абай Құнанбайұлының Қара сөздерін оқимын. Қазіргі таңда сол кісілердің кітаптарын, Бауыржан Момышұлының кітабын оқимын. Ол кісілердің кітаптарын оқу арқылы өзіме бір керекті дүниелерді алып, жастарға оны беруге тырысамын. Міндетті түрде. Ал біздің жас оқырмандарға, бізді қазір көріп отырған көбіне жас оқырмандар болғандықтан, қандай 5 кітап жалпы жастар оқу керек деген? Жастар оқу керек деген, оның ішінде мен бірінші ұсынатын кітабым ол біздің Абай Құнанбайұлының Қара сөздерін оқып шықса деймін. Бірінші кезекте, себебі ол жерде барлығы жазылған. Қоғамдағы қазір керекті дүниелердің барлығы жазылған. Ал екінші кезекте біздің Бауыржан Момышұлының кітаптарын оқып шықса деймін. Себебі ол жерде Арпалыс деген кітабы бар, өте керемет. Одан бөлек және өзіңізге айтып өткен Қан мен тер кітабы, о да өте керемет жазылған. Және де осы кәсіп, бизнес саласында жүрген адамдарға Қуаныш Шонбайдың Екінші болма және Құпия кітаптарын оқуға кеңес беретін едім. Жалпы осы 5 кітапты оқуға кеңес беремін. Рахмет сізге. Біздің оқырмандарға айтар сөзіңіз, тілектеріңіз болса? Жалпы қоғамда өсіп келе жатқан жасөспірімдерге, жастарға айтарым, өмірде сіздер алға қойған мақсаттарыңыз болу қажет, және оған жету үшін әрдайымда еңбек етулеріңіз керек. Білімді, тәжірибелі, жан-жақты болсаңыздар, онда сіздердің алмайтын асуларыңыз жоқ. Сол себепті мен жастарға айтарым, әрдайымда белсенді болыңыздар, аман болайық. Мына болып жатқан пандемиядан аман есен еліміз шығайық. Келесі 2021 жыл мемлекетіміз үшін табысты, берекелі, мол, аманшыл жыл болсын. Рахмет тілектеріңізге. Құрметті оқырмандар, бізбен бірге болған Асхат Налшыбек мырза.
сіздерге эфир пайдалы болды деген үміттеміз. Әлемдік пандемия кезінде міндетті түрде бетперде киюге және санитарлық нормаларды сақтауға шақыра отырып өздеріңізбен қоштасамыз. Сау, саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге.